Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жыл 6 шілдеде Алматы облысы Шамалғанда дүниеге келген. Кеңестік және қазақстандық зейнеттегі саясаткер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті және Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының соңғы басшысы. 2010 жылдан 2023 жылға дейін Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы ресми мәртебесіне ие болды. Бұрын Назарбаев Қазақстан Конституциялық кеңесінің мүшесі, Нұр Отан төрағасы, 2007-2022 жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы, Қазақстан Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, 91-22 жылдар лауазымдарының иесі болған. Қазақстан тәуелсіздігіне және оның президенттігіне дейін Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ министрлер кеңесінің төрағасы, 84-89 жылдар мүшесі, 86-91 жылдары КОКП-ОК саяси бюро мүшесі, 90 және 91 жылдары Қазақстан ОК хатшысы, Қазақстан ОК-ның бірінші хатшысы, 89-91 жылдары КСРО жоғарғы кеңесінің 10 және 11 шақырылымының Солтүстік Қазақстан облысынан депутаты, 1979-89 жылдары КСРО халық депутаты, 89-91 жылдары Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы қызметін атқарған, Қазақ КСР президенті, 90 және 91 жылдары. Назарбаевтың президенттігін саясаттанушылар және бақылаушылар жеке басына табынуы бар, авторитарлық, непостық диктатура етіп сипаттайды. Назарбаев тұсында өткен сайлаулар ашық әрі әділ және айтқан сөзіне қарамастан елде сөз бостандығы қатты шектелетін. 30 жылға жуық билікте болған Назарбаев әлемдегі билігі ең ұзақ болған монарх емес мемлекет басшыларының бірі болды. 2019 жылғы наурыздағы наразылық шараларына байланысты Назарбаев отставкасын жариялап, билікті өзіне жақын одақтасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа берді. Тоқаевтың 19 жылы сайлауына қарамастан Назарбаев қазақстандық саясаттағы билігі әлі де бар сұр кардинал ретінде қарастырыла берді. Қазақстан Халық Ассамблеясы, Нұр Отан партиясы және Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде ол 2022 жылғы ірі тәртіпсіздіктерге дейін өз ықпалын көрсете берді. 2022 жылғы референдумнан кейін көп ұзамай елбасы ерекше атағынан айырылғанына қарамастан, ол дербес құқығын, қол сұғылмаушылығын сақтап қалды. Отбасы әлі де ықпалды. Нұрсұлтан Назарбаев металлург болуға ниеті бар. Назарбаев 1958 жылдың алғашқы 2 айында Қарағанды облысында Теміртау қаласынан 15 километр жердегі Токараевка ауылында жатақханада тұрды. Украинаның Днепродзержинск қаласында бар Днепр металлургиялық зауытындағы нөмірі 22 кәсіптік техникалық училищеде оқып, 1960 жылы тәмамдады. Сол жылы Теміртау қаласында Каз металлургический строй трестінің құрылыс басқармасына жұмысшы болып орналасты. 1960 жылғы 3 шілдеде Қазақстан және Орталық Азиядағы алғашқы домна пеші іске қосылды. Назарбаев алғашқы қазақстандық шойын қайнатуға қатысты. Содан кейін Қарағанды металлургиялық комбинатында құю машинасының шойыншысы, домна пештің горновойы, домна цехтың диспетчері, газшысы, аға газшысы болып істеді. 1967 жылы Қарағанды металлургиялық комбинатындағы жоғарғы техникалық оқу орнын бітірді. 1969 және 73 жылдары Теміртау қаласында партиялық комсомолдың қызмет атқарды.
73-78 жылдары Қарағанды металлургиялық комбинаты партия комитетінің хатшысы болды. Бұл лауазымды кәсіпорын комбинат директорынан кейінгі екінші тұлға дейді. Бұл жерде 30 мың адам жұмыс жасайтын. 78-79 жылдары партияның Қарағанды облыстық комитетінің хатшысы, екінші хатшысы болды. 79 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы болып тағайындалды. Билікке келуі. 84-89 жылдары 43 жасында болған Назарбаев Қазақ министрлер кеңесінің төрағасы ретінде Қазақстан премьер-министрінің сол кездегі баламасы одақ республикалары арасындағы ең жас басшы атанды. Бұл тағайындау Қазақстан Компартиясы бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың тұсында орын алды. Бұл кезеңде қайта құру саясаты Михаил Горбачев кезінде баяу жүзеге аса бастады. Ол Назарбаевтың өз тәжірибелі саясаткер ретінде қарастырылды. Өйткені оның көзқарастары мен ұстанымдары Хрущев жылдамдығы мен 1965 жылғы кеңестік экономикалық реформа кезінде қалыптасқан болатын. 1986 жылғы желтоқсанда республика астанасы Алматы қаласында ереуіл басталды. Оған Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысының қызметіне Дінмұхамед Қонаевтың орнына бұрын соңды Қазақстанда тұрмаған Геннадий Колбин сайланғаны түрткі болды. Жастар ереуілі аяусыз жаншылды, оқиға қатысушылары қудаланды. Тек 1989-91 жылдары ғана қайта қаралды. 1989-91 жылдары Назарбаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. 89-92 жылдары КСРО халық депутаты болып сайланды. Сол уақытта 1990 жылғы ақпан-сәуірде Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болды. 90 жылдары 14 шілдеде 91 жылғы 23 тамыз аралығында саяси бюросының мүшесі болды. 81-86 жылдары орталық ревизиялық комиссиясының мүшесі еді. 1990 жылғы 24 сәуірде Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің сессиясында Қазақ КСР президенті лауазымы құрылып, оған Нұрсұлтан Назарбаев лайық деп табылды. 1991 жылғы жазда Михаил Горбачев пен Борис Ельцин жаңа одақтық келісімшартқа қол қою барысында Назарбаев тәуелсіз мемлекеттер одағы үкіметінің төрағасы лауазымын иеленетін болды. Алайда тамыз бүлігі бұған кедергі келтірді. 28 тамызда Қазақстан ОК пленумына президент Назарбаев туралы мәлімдеді. 91 жылғы 1 желтоқсанда бір ғана үміткердің қатысуымен Қазақ КСР-ның тұңғыш бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Нәтижесінде Назарбаев сайлаушылардың 98,7% дауысын иеленді. 10 желтоқсанда Қазақ КСР атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертілді. 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылдады. Ал Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болды. 5 күн өткен соң осы статусымен КСРО-ның тарағынан растайтын ТМД мақсаттары мен принциптерінің Алма-Ата декларациясына қол қойылды. 1995 жылғы 29 сәуірде өткен референдум нәтижесінде Назарбаев президенттік өкілеттігі 2000 жылға дейін ұзартылды. 99 жылғы 10 қаңтарда Назарбаев 79,78% дауыспен президент болып сайланды. 2005 жылғы 4 желтоқсанда өткен сайлауда Назарбаев Қазақстан президенті болып қайта сайлануда. Сайлауда 91,15% дауыс жинады. 2010 жылғы 15 маусымда елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мәртебесі ресми бекітілді. 2010 жылғы 23 желтоқсанда Өскеменде өткен форумда ел президенттің өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы ұсыныс айтылды.
Ол үшін жалпы республикалық референдум өткізу керек еді. Ұсыныс білдірушілердің бірі Олжас Сүлейменов болатын. Көп ұзамай 2011 жылғы 7 қаңтарда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев республика парламентінің Қазақстан Республикасы Конституциясына қазіргі президентті өкілеттілігін 2020 жылға жалпы халықтық сайлауға дейін ұзарту бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша республикалық референдумға салу туралы ұсынысынан бас тартты. Бірақ қол жинау тоқтаған жоқ. Сөйтіп, 2011 жылғы 13 қаңтарда осы бастаманы қолдап 5 миллион 16 мың қол жиналды. 2011 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан парламенті Конституцияға түзету енгізуді бір ауыздан қабылдады. 31 қаңтарда Қазақстан Конституциялық кеңесі сайлауды референдумға ауыстыру туралы заңда Конституцияға сай емес деп тапты.